Қазақтар туғанда ғой, қазақпын деп көкіректен тұратын едім. Кім не десе о дейсін деп. Қайдан білейін, тіліме тиісіп кетті ғой. Қазақстанда тұрып, орысша білмейсін дегенге мазақ болып қалдым. Менде бүкіл қазақтар ғой, 642 адам отыр ма? 642-міз де қазақпыз. Бірақ неге біз Қазақстанда тұрып, неге сен орысша білмейсін дегенге мазақ болуымыз керек? Керісінше неге қазақ тілінде сөйлемейсің деп неге сондай адамдарды мазақ қылып, бүйтіп андай тиісіп соларға сөйлемейсіздер? Әйтеуір бәрі шет-шетінен орыс тілін қосатта жүреді, орыс тілін қосатта жүреді. Ал орыс тілін білмегендер ақмақтар, топастар, надандар деп есептелінеді. Қазақтар, бұл жерді сендерге тәуелсіздік қылып алып берді ма, ата-бабаларың? Соның қадірін біліңдер. Қадірін білмейтіндер қазақ еместер. Қазақ тіліне келгенде мен намысым оянғаны соншалықты, даже не істерін өңне қалам, сондықтан әңгіме айтпаңдар маған тіл жайында. Құдай сақтасын, егер Қазақстанымызда соғыс болып кетсе, Алла сақтасын, бірақ соғысқа емірді шығатын мен болам. Көрде тұрыңдар. Елім үшін. Қазақтар туғанда ғой, қазақпын деп көкіректен тұратын едім. Кім не десе о дейсін деп. Көрмеген. Ешқашан көрмеген әке-шешемді. Көргім келе ме дейді, көргім келмейді. Бұрын көргім келетін. Қазір өсе келе көргім келмейді. Орыстар болғасын іздемеймейді. Көк көздерден қорқам мен. Орыстардан. Клубника в шоколаде жейсі ба, настроениеңізді көтерейік деп.